Әйелдердің жәннаттағы жағдайлары. Мұсылман қызға елу кеңес. 26. Уақытыңды дұрыс ретте, алтын уақытыңды еш пайдасыз бекер өткізіп алма. Егер сен білім алу жолында болсаң, сабақтарыңды уақытылы әзірлеуің қажет. Ал егер тұрмыста болсаң, отбасыңның жағдайларын, ас-ауқатын тағы басқа уақытымен реттеуің керек. Сондай-ақ, уақытыңның бір бөлігін пайдалы нәрселерді көруге, оқуға немесе жақындарыңды зиярат етуге арнағаның жөн болады. 27. Туыс-туғанды зиярат қылуың, олармен араласып, хабар алып тұруың өмір жасыңа және ризығыңа берекет әкеледі. Ендеше, жақындарыңды зиярат қылуға көңіл бөл. Алайда оларға жасаған зияратың оларды жақсылыққа қызықтыру, жамандықтан ескерту, пайдалы іс істеуге итермелеу және зарарлы істерден сақтандыру сияқты пайдалы істермен өтсін. Туыс-туғанның дендерінің саулығына баса назар аудара отырып, жақсы нәрселерді уағызда. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім өз ризық несібесінің молаюымен ұрпағының көп болуын қаласа, жақындарымен қарым-қатынасын үзбесін деген. 28. Кінәлі іс жасаушылар мен дүние қызығына алданушылардың іс-әрекеттері сені алаңдамасын. Күндердің күні зұлымдық жасаушы екі қолымен жүзін басып өкінетін болады. Ал сол күні мүміннің табысқа жетуімен қатты қуанатынын көресің. Сол кезде ол қиямет күнінің жағдайларын көріп тұрып кітабын оң қолмен ұстап былай дейді: алыңдар, кітабымды оқыңдар. Расында мен осы есепке кездесетініме нақ сенетін едім дейді. Қаққа сүресі 19-20 аяттар. 29. Жүрегіңе мейірім мен рақымшылықты орнықтыр. Өзіңнен кішіге және үлкенге, тіпті жан-жануарларға да мейірімді бол. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кім рақымшылық қылмаса, оған да рақымшылық қылынбайды деді. Абу Хурайра радиаллаху анхадан риуаят еткен хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бір адам жолда кетіп бара жатып әбден шөлдейді. Ол бір құдықты кездестіріп, оның ішіне түсіп, су ішіп кейін шығады. Кенеттен бір иттің шөлден қысылып, тілін салақтатып, топырақты жалап жатқанын көреді. Сонда әлгі адам, шөлдің мені қатты қысқанындай, бұл итте әбден шөлдеген екен дейді де, құдыққа түсіп, кебісін суға толтырып, оны аузымен тістеп алып шығып, итке су береді. Сөйтіп Аллах оған алғыс білдіріп, оның күнәларын жарылқайды дейді. Сонда сахабалар: ей Аллахтың елшісі, бізге жануарлар үшінде сауап бар ма дейді. Сонда ол: әрбір жан үшін сауап бар деген. Абдуллах ибн Омардан, Алла ол екеуіне разы болсын, жеткен хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, бір әйел мысық үшін азапталды, өйткені ол оны аштан өлгеніне дейін қамап қойған. Сөйтіп, бұл ісі оны тозаққа кіргізді деген. 30. Уақытты ешқандай пайдасыз, бос өткізушілер мен жаман іске шақырушылардан абай бол. Әпке-сіңлілерің мен құрбыларыңды да олардан сақтандыр. 31. Өз дінің мен наным сеніміңді мақтан тұтатын адам бол. Құран кәрімде: ей мұсылмандар, босамаңдар да қайғырмаңдар. Егер мүмін болсаңдар, әлбетте үстем боласыңдар делінген. Әл-Имран сүресі 139 аятта. 32. Өзіңе және отбасыңа пайдалы болатын кітап, журналдары оқып, уағыз насихат сабақтарын, тіпті үнтаспаларда жазылған насихаттарды да тыңдап жүр. 33. Өмірлік жолдасыңды таңдағаныңда алдымен Аллах тағалаға бойсұнатын, мінез құлқы көркем адамға назар аудар. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер сендерге мінезі мен дінінде разы болатындай адам келсе, онда оған қыздарыңды тұрмысқа беріңдер. Олай жасамасаңдар, жер бетінде үлкен арсыздық орнайды деген екен. Демек, діндарлыққа мінез құлықтың тікелей әсерінің зор болғаны, сондай-ақ бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның расында мен мінез құлықты кемелдікке жеткізу үшін жіберілдім деген сөзі де дәлел болады. 34. Үй ішінде, оқу орнында, достарың мен жақындарыңның және жалпы қоғам арасында игі де пайдалы істерді жасауға құлшын. 35. Қаншама әйелдер өздерінің жағдайына шамадан тыс қарау себебінен өздерін отбасылық бақыттан айыруда.
Олар күйеулерінен тұрмысы жақсылардан көргендерін талап етіп, олардың мүмкіндіктері мен ахуалдарына көңіл аудармайды. Сөйтіп күйеуі шамасы келмегендіктен әйеліне я жалқау, я шарасыз болып, тек қана жаман сипатта көрінеді. Егер қанағат және ынсап көзқарасымен қараса, өз өмірінде көптеген шуақты да бақытты жағдайларды көрер еді. Сондықтан да Аллахтың берген игілігіне разы болып, барыңа қанағат ет. Ілгеріде мұсылман әйелдер күйеулері жұмысқа аттанарда есіктің алдында шығарып салып, оған: біз үшін Аллахтан қорық, бізге харам азық пен дүние әкелуден де абай бол. Шын мәнінде аштыққа сабыр ету біз үшін тозақ отына сабыр етуден әлде қайда артық, дейді екен. Ендеше қалағаныңа қол жеткізген пенде әрқашанда бақытты бола бермейді. Өйткені адам баласының қалауында шек болмайды. Нағыз бақытты жан қанағатшыл әрі өзіне берілген ризық несібеге разылық танытушы адам. 36. Үй шаруасында анаңа көмектесуіңе көңіл бөл. Өйткені ол сенің оған деген құрмет көрсетуің және оның кейбір хақыларын беруің болып табылады. Әрі бұл арқылы сен өзіңе болашақ өмірде пайда беретін тәжірибеге қол жеткізетін боласың. 37. Сабаққа дайындаламын, сабағымды қайталаймын немесе үй тапсырмасын орындаймын деген сияқты әртүрлі сылтаулармен анаңа көмектесуден жалтарып, жалқаулыққа салынба. 38. Бос уақыттарында өзіңе де өзгеге де еш пайдасы бермейтін пайдасыз істермен, ойын-сауықтармен уақытыңды бекер өткізіп алудан абай бол. Өзіңнің ішкі және сыртқы сұлулығыңа көңіл бөл. Бұл мәселеге назар аудармаған әйел күйеуінің одан алшақтауына әсерін тигізбей қоймайды. Алайда сыртқы сұлулықта ысыраптыққа жол берме. 39. Күйеуіңнің көңілін оның қызығатын нәрселермен аула. Данагөй әйел күйеуін мазалайтын яки оны қызықтыратын жайттарды әрдайым бақылап, бағдарлап жүреді. Мысалы, егер күйеуіңді діни, не саяси, немесе экономикалық яки медициналық, тіпті мәдени, не арнайы бір мақалаларды оқу қызықтырса, сен де оған назар бөлуің, онымен сол тұрғыда және сол сияқты шараларда ортақтасып, ой бөліскенің абзал. 40. Әрдайым күлімсіреп жүруге тырыс. Өйткені бұл аса бір ауыр талап емес. Сол кезде сен өзгелердің де өзіңді жақын көруіңе себепкер боласың, әрі сауап та аласың. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бауырларының жүзіне жымиюың сен үшін садақа деген. 41. Ниетіңді әрдайым мұқияттылықта сақта. Осы себепті де сен Аллах тағаладан берілетін мол сауапқа кенелетін боласың. Сондықтан да ниетті әркез игі амал жасауға бағыттаған дұрыс. Мысалы, күйеуіңе құрмет көрсетуге ниеттенсең, оған жақсы мәміле көрсеткің келсе, соған берік бол, немесе балаларыңа жақсы тәрбие беріп, олардан иманды да ізгі ұрпақ өсіргің келсе, сол ниетіңде берік бол. Әрбір амалыңда қайсарлық таныт. Тіпті тамақ пісіруіңді, ұйқыңды да Аллахқа құлшылық ниетімен жасасаң, бұлар үшін мол сауапқа ие боласың. Сөйтіп өткен әр күнің бақыт пен көптеген сауапқа айналады. Осылайша жаның рахатқа кенеліп, жүрегіңе тыныштық ұялайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам расында Аллах жақсылық пен жамандықтарды тағдырда жазып қойған, сөйтіп оны кітабында баян етті. Ендеше кім бір жақсылықты ниет етіп, оны іс жүзінде орындамаса, Аллах тағала оны толық бір жақсылық жасады деп жазып қояды. Ал егер оны ісін іс жүзінде жүзеге асыратын болса, Аллах оған оннан 700-ге дейін, тіпті одан да көп еселей жақсылықтар жазатын болады. Енді кім бір жамандықты жасауға ниет етіп, оны жасамаса, Аллах тағала оған толық бір жақсылық жазады. Ал оны ниет етіп, іс жүзінде жүзеге асырса, Аллах оған тек бір ғана жамандық жасады деп жазатын болады деген. 42. Тез ашуланудан сақ бол. Абу Хурайра радиаллаху анха риуаят еткен хадисте бір адам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға маған өсиет айт дейді. Ол ашуланба дейді. Осылайша бірнеше рет қайталағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашуланба дейді. Ашудың шайтаннан екенін біліп қой. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам расында ашу шайтаннан. Шын мәнінде шайтан оттан жаратылған, ал анығында от сумен өшіріледі. Ендеше
егер кімде-кім ашуланса дәрет алсын деп айтқан. 43. Истигфар айтуды көбейт, ол саған екі дүниеде де тек қана жақсылықтар әкеледі. Құран кәрімде Раббыларынан жарылқау тілеңдер, өйткені ол өте жарылқаушы. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді, әрі өздеріңді малдармен, балалармен қамтамасыз етеді, және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады деп айтқан. Нұх сүресі 10-12 аяттар. 44. Жақсы мінез құлықтарыңды бойыңа сіңіруге ұмтыл. Адамдардың қателеріне немесе байқаусызда жасаған іс-әрекеттеріне кешірімді бол. 45. Жүрегің әрдайым Аллахпен тығыз байланыста болуын қадағала. Ризықты беруші тек қана Аллах қана. Әрине, себепкер жасау саған байланысты. Құранда егер мүмін болсаңдар, Аллахқа ғана тәуекел етіңдер делінген. Маида сүресі 23 аятта. 46. Көптеген әйелдер намазға жеңіл қарайды, яғни жұмыстарымен айналысқанда немесе өзгелермен әңгімеге кіріскенде, көбінесе дастархан басында той-томалақта намазды уақытынан кешіктіріп алады. Осы іспеттес әйелдер қатарында болудан сақтан. Аллах тағала сондай намаз оқушыларға нендей өкініш, олар намаздарына немқұрайлы оқитын дейді. Мағун сүресі 4-5 аяттар. Яғни олар намаздарын тіпті уақыты өтіп кеткенше кешіктіреді. 47. Оразаның Аллахтың құзырында дәрежесі жоғары әрі сауабы зор. Ораза нәпсіні тазартуда өте үлкен рөл атқарады. Сондықтан да Шәуәл айының 6 күні, әр айдың 3 күн және аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері сияқты тағы басқа нәпіл оразаларды ұстауға дағдыланғаның жақсырақ. 48. Үмму Ханса қызын тұрмысқа шығарар алдында мынадай өсиеттер айтқан екен. Ей қызым, сен өзің үйренген ортадан өзің танымайтын жат ортаға барасың. Саған игілік ететін жолдасың әрі қожайының болатын адаммен тұрмыс құрасың. Оған күң секілді бол, сонда ол өзіңе жақын құлдай болады. Ей қызым, мына 10 ережені ұстансаң, күйеуің саған таптырмас қорғаның әрі еске салушы көмекшің болады. 1. Онымен қанағатта өмір сүр. 2. Оның бұйрығына құлақ асып бағынатын бол. 3. Оның көзіне әрдайым жақсы болып қана көрін. 4. Оған сенен жағымсыз иіс сезілетін болмасын. 5. Оның тамағын уақытылы дайын ет. 6. Ұйқысында тыныштық сақталсын. Себебі қарны аштықтың ыстығы ашуға, ұйқының қанбауы ызаға апарады. 7. Оның мал мүлкіне сақтықпен қара. 8. Балаларын күтуіңде аянып қалма. 9. Оның сырын ешкімге және ешқашан ашушы болма. Өйткені сырын ашсаң, оның сенен безуінен аман боламын деме. 10. Оның бұйрығына қарсы шықпа. Қарсы шықсаң, сенен көңілі қаларын да ұмытпа. Ей қызым, ол көңілсіз болғанда сен қуанышта болма. Барынша оған құрмет көрсет, сонда ол да саған барынша жомарттығын аянып қалмас. Онымен барынша пікірлес бол, сонда ол сенің ұзақ уақытқа жолдасың болады. Сөз соңында пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға, оның әулетіне және сахабаларына Аллах тағаланың игілігі, сәлемі және берекеті болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Сіздерге Сүлейман ибн Салих әл-Хурашидің әйелдердің жәннаттағы жағдайлары атты кітаптан үзінді оқып бердік. Мұны әрбір мұсылман қыз, мұсылман ару орындаса, күйеуінің разылығын алып, иншаллах жәннатта болуды Алла нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.